Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Манат. Бүгін біз мерекелік дастарханға арналған салат дайындайтын боламыз. Бізге керек заттар: бірінші гүлді қырыққабат аламыз. Бізге кішкентай ғана бөлігі керек болады. Әуелі осындай бетіндегі бүлінген жерлерін алып тастаймыз. Одан соң жақсылап жуып шайып бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Өзі осындай бөліктерге бөлініп тұрады. Бұл салатқа жарты бөлігі ғана қолданамыз. Соның өзі 2 тәрелкеге жетеді. Бөліктерін бірнеше бөліктерге ақырында бөліп аламыз, ұсақтамаймыз. Алдын ала қайнап тұрған суымызға осылай салып, жай отта қайнататын боламыз. Бұл қайнап піскенше баялымызды формаға келтіріп, кесіп алатын боламыз. Мен осылай үшбұрыштап кесіп алдым. Менің каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Барлығын ұзынша етіп, осындай сәл үлкендеу етті формаға келтіріп алдым, өйткені қорған кезде бұл кішкене кішірейеді. Тұз салып, және кукурузный немесе ұн қоссақ та болады. Осылай маринадтап араластырып қоямыз. Енді гүлді қырыққабатымызды осылай вилканың көмегімен шаншып көреміз. Осылай оңай кірген кезде уже сүзіп алатын боламыз. Ол дайын деген сөз. Көп қайнатпаймыз. Ары кетсе 2-3 минут қана да осылай пісіп шығады. Енді кезекте тәтті бұрыштан мен осында үлкен қызыл бұрыш, тәтті бұрышты қолданатын боламын. Оны да осында үлкен етіп формаға келтіріп турап аламын. Өте нәзік болғандықтан оны да осылай үлкендеу қылып тураймын. Қуырылған кезде бұл да кішірейіп қалуы мүмкін. Құрметті көрермендерім, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі қызықты, оңай, жеңіл рецепттердің түрлерін табасыздар. Енді кезекте осындай кішірек пияз алып, осылай 4-ке бөліп, арасын барлығын осылай ажыратып алатын боламын. Егер де сіздерде үлкен болса, үлкен көлемді болса, оны 7-8 бөлікке бөліп, дәл осылай формаға келтіріп алыңыздар. Ұсақтамаймыз, өйткені бұлар қуырылғанда кішірейіп кетуі мүмкін. Осылай ыдысымызға салып, барлығын дайындап қоямыз. Енді кезекте бір дана осылай бәдіренімді алып, 2-ге бөліп, бұны да үшбұрыштап формаға келтіріп турап алатын боламын. Осылай үлкенірек қылғаны өте көрнекті, сәнді болып көрінеді. Енді кезекте осылай кішірек помидорымызды, қызанағымызды алып, осылай 4 бөлікке бөліп алатын боламын. Егер де сіздерде үлкен көлемді болса, 7-8 бөлікке бөліп аласыздар. Енді кезекте соусым дайындаймын. Оған соя, 1 ас қасық сояға 1 шай қасық шекер салып, осы араластырып қойып қоямын. Енді кезегімізді барлығын қуыратын боламыз. Сол үшін майымызды қыздырып, осылай бірінші кезекте пиязымыз салып, жай араластыра отырып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Вилканы бірінші тығып көреміз. Егер жұмсақ болса, пиязымыз дайын дегені сөз. Осылай тәтті бұрышымызды да салып, жай отта қуырып аламыз, және оғанда вилка осылай шаншып көреміз. Егер жұмсақ болған кезде осылай алатын боламыз. Тәтті бұрышымыз жұмсақ болуы қажет. Енді кезегіміз баялымызды дәл солай қуырып аламыз. 2 бетін қызартып, және жұмсақ болғанша қуырып алатын боламыз. Өте тез піседі, тез қуырылады. Барлығын араластыра отырып, осылай қуырып алатын боламыз. Қырыққабатымызға осылай 1 жұмыртқа жарып, барлығын жақсылап араластырып, маринадтап қойып қоямыз. Баялды қуырып алғаннан кейін, осы қырыққабатымызды қуырып алатын боламыз. Баялымызды осылай вилканы шаншып, яғни шаншқымызды шаншып көреміз. Жұмсақ болып тұрған кезде осылай барлығын осылай сүзіп аламыз. Осы қызып тұрған майымызға енді гүлді қырыққабатымызды салатын боламыз. Оның ерекшелігі тек 2 бетін ғана қызартып пісіріп аламыз. Осылай 2 бетін аудара отырып пісіреміз. Енді керекті ингредиенттеріміздің барлығын осылай бір ыдысқа салып жинайтын боламыз.
Енді кезекте осы соусымызды құямыз. Мен бұл жерде кішкене су қостым соямызға, өйткені соямызды көбейтіп соя құятын болсақ үстіне ол ащы болып кетуі мүмкін, сондықтан сәл ғана су қосатын боламын. Енді кезекте тарелкамызге осылай дайын салатымызды салып, бетін күнжіт сеуіп әсемдейтін боламын. Көрінісі өте керемет шығар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын.